Қызылжар ауданының Бескөл ауылында қазақтың ұлттық спорт түрлерінен жарыс ұйымдастырылды. Құлагер ипподромында түрлі қашықтыққа арналған теңге алу, аударыспақ, көкпар және бәйгеден сайыстар өтті. Осы шара қазақ хандығының 550 жылдығына арналды. Спартакиаданың салтанатты ашылу рәсімінде облыс әкімінің орынбасары Анархан Дүйсенова да қатысты. Сіздерді қазақ хандығының 550 жылдығына арналған ұлттық спорт түрлері бойынша облыстық спартакиаданың бірінші кезегінің ашылу салтанатына қарсы алуға қуаныштымын. Құрметті жарысқа қатысушылар, сіздерге мықты денсаулық, спорт алаңында жеңіс, сәттілік тілеймін. Ұлттық спорт түрлері бойынша облыстық спартакиаданы ашық деп жариялаймын. Дүбірлі додаға облысымыздың 13 ауданынан ең жүйрік тұлпарлар жиналған. Шабандоздар бәйгенің 4 түрінен сынға түсті. Ипподромда жиналған жанкүйерлер алдымен 1800 метр қашықтықтан тұратын ұшқыр бәйге жарысын тамашалады. Бұл бәйгеде өзгелерден шабысы бөлек қызылжарлық сәйгүлік Янычар мәреге бірінші келді. Мен бүгін Бескөл ауылында құлагер ипподромда ат жүрісі болып жатыр. Бұған келген бүкіл біздің облыстық аудандарының, оны айтсақ, 13 район аудан келіп отыр. Біздің бүгінгі күнгі ат жарысына. Аттың жарысы бұл біздің өзіміздің 550 жылдық қазақ хандарының қосылғанының арнайы. Құлагер ипподромында спартакиада бағдарламасына сәйкес бұл күні ұлы аламан бәйге, тоқ бәйге, құнан бәйге, тай бәйге, ұшқыр бәйге түрлерінен жарыстар өтті. 5 шақырымға шақталған құнан бәйгеге түскен аттардың ішіне бірінші болып Есіл ауданының сәйгүлігі келді. Жауын болған жақсы болды. Бұл кішкене ыстықтан көрі кішкене аттарға оңды болды, аттар да оң шапты. Бұлай скорості несі жақсы болды. Бұл енді бір күн, 2 күндік емес, бұны айлап, 6 айлап жаттықтырамыз бұны ат спортына. Бұны қысыда, жазда, жаңбырда, ыстықты да бәрінен өткізу керек. Жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаздарды кубоктармен, медальдармен және ақшалай сыйлықтармен марапаттады. Тоғжан Ақмағамбетова, Дулат Мұсафиров, ақпарат.